Баған Танибекұлы, саламатсыз ба? Сізге арнайы уақыт бөліп, сұхбат беруіңізге үлкен рахметімізді білдіреміз. Жалпы өз сұхбатымызды бірінші сұрағымыздан бастасақ, бизнес саласына қалай келдіңіз? Саламатсыздар. Біріншіден, бизнес саласына 1994 жылы мен 3 жылдай банк саласында жұмыс істедім. Одан кейін 97 жылы бірінші рет сол бизнес саласына өтіп, 3 жылдай әртүрлі фирмаларда, әртүрлі қызметтер, басшы қызметінде, орынбасар қызметінде жұмыс істедім. Одан кейін мен қайтадан мемлекеттік жұмысқа кеттім. Сөйтіп 2009 жылдан бері осы қайтадан бизнес саласына, осы шаруашылық саласына келдім. Бұл 2009 жылы 16 июньда өзіміздің облысқа, республикаға белгілі Сарыағаш санаторийінің бас директоры болып сайландым. Бұл Сарыағаш санаторийі жақсы білесіздер, бұл шаруашылық саласы әрі медицина саласы. Енді медициналық туризм сол салада. Сондықтан мына 5,5 жыл болды осы Сарыағаш шипажайының басшысы болып қызмет етіп жатқанымызға. Осы бизнесіңізді бастар алдыңызда бір арнайы қиыншылықтарға тап болдыңыз ба? Әрине, әрдайым жаңа мекеме, жаңа бизнес саласында қиыншылықтар болады. Өзіңіз жақсы білесіздер, бірінші қиыншылық бұл мен айтарым кадр тапшылығы. Жақсы мамандар табу, білімді мамандар табу. Осы саланы меңгере алатын, жүргізе алатын мамандар. Осы қиыншылықта кездестік біз. Екінші қиыншылық бұл ақшалай, қаржылай тапшылығы болды. Осы үшінші бұл мекеменің өте Совет одағынан бері жұмыс істеп келе жатқан, ескірген, сондай өзінің инфраструктураларының барлығының ескіруіне байланысты соларды жаңарту мәселелері, сол қиыншылықтары болды. Түсінікті. Осы 5,5 жыл болдыңыз ба басқарып келе жатқаныңыз ба? Жұмыс барысында сіз және өзіңіздің компанияңыз қандай жетістіктерге жетті? Біздің компания қаржылай, әлеуметтік жағынан да үлкен біз көңіл бөліп отырамыз өзіміз. Біздің үлкен жетістігіміз бұл осы Сарыағаш шипажайын одан ары қарай дамуына қатты көңіл бөлдік, экономикалық жағдайын жақсарту жағынан қатты көңіл бөлдік. 2010 жылы біз осы облыста ең үздік салық төлеуші қатарына ендік. Және де біздің жетістіктеріміз 2011 жылы біз осы шипажайлардың барлығына НДС төлеу бойынша үлкен үкіметтің шешімі шыққандығын, біз сол үкіметтің шешіміне өзгерістер енгізіп, өзімізді сол салықтан босаттық. Ол мекеме үшін үлкен жетістік болды, өйткені оның ақшалай сомасы 100 миллион теңгеге шейін жететіндігін. Осында жетістік. Және де мынау өзіміздің бана айттым ғой алдында кадрлық мәселелерді. Біз жаңадан кадрлар дайындадық, оларды оқыттық, үйреттік, білікті мамандарды жұмысқа тарттық. Бірінші жетістіктеріміз сол. Және де осы облыс әкімшілігімен бірлесе отырып, осы мекемеге біз СПК арқылы ақшалай ақша тартып, арнайы банағы сол жерге жаңадан бассейн салдырдық, шомылатын арнайы демалушыларға. Іштегі үлкен күрделі құрылыстар, жөндеулердің барлығын ағылып, шипажайдың деңгейін көтердік. Бұл айтқан кезде. Бұл айтқан кезде тағы да сол біздің мекемеге жаңа демалушылардың келуіне және демалушыларға ыңғайлы әрі жақсы жағдай жасалу жағынан өте үлкен нәтиже болды, көрсеткіштер болды. Қазір адамдардың келуі, мысалы, бұрынғыдан қарағанда банаға көбейді, артып жатыр әлі де. Жетістіктеріңіз өте орынды екен. Ал 5 жылдан кейін компанияңызды қалай елестетесіз?
жоспарларыңыз қандай орнатылған? Біз енді өзіміздің мекемеде стратегиялық 5 жылдық жоспар жасалған. Бұл жоспарда біздің басты мақсатымыз осы мекемемізді өте жоғары деңгейге жеткізу. Бұл үшін мекемен не істелініп отыр? Бұл біріншіден банағы сол жердегі барлық керекті заманына талабына сай ремонттар, банағы құрылыс жұмыстары атқарылды, жөнделді. Демалушыларға өте ыңғайлы, жақсы жағдайлар жасалды. Және де сол емдеу жағынан да жаңа емдеу түрлері, жаңа емдеу медициналық банағыдай жабдықтар алынып отыр. 5 жылдан кейін мен бұл мекемемізді республика шетелдерге халықаралық деңгейге сай үлкен елімізді танытатын, осы басқа жақтан да елдерден келетін демалыс орнына айналатынына сенімдімін. Мысалы, Чехияны айтатын болсақ, Чехияда мысалы өздеріңізге жақсы білетін Карло Варре, мысалы, Германияны айтсам, Баден, сол сияқты бізде Сарыағашты айтқан кезде жұрттар уже Қазақстанды танитындай деңгейге жетеді деген сенімдемін. Сол үшін өте жақсы жұмыстар атқарылып жатыр, әлі де жұмыстар атқарылады деген сенімдемін. Сәттілік тілеймін сізге. Өзіңізді қандай басшы деп санайсыз? Жұмыс арқылы. Енді әділетті. Әділетті болу керек шығар деп есептеймін. Өйткені қатал болатын жерде де қатал боламыз, жұмсақ болатын жерде жұмсақ боламыз. Енді басты мақсат бір басшыда емес қой, ұжым болып істелінеді. Әрбір жұмыс енді дұрыс ұжым болып, дұрыс банағыдай сол сенің жұмысыңды, банағы сенің қойған мақсатыңды қолдайтын адамдар болса, неге жұмсақ болмасқа, неге әділеттік болмасқа. Сондықтан барлығы біздің жұмыста қолданылады. Мен жақта әділет болатын жерде әділетті боламыз. Сондықтан әділеттікке жататын жеріміз айтса. Өзіңіздің саласында қазіргі уақытта қанша жұмыс адам, қанша қызметкер жасайды? Бүгінгі таңда 400-ге жуық жұмысшылар істейді. Біздің шипажайға 800 адамдай қабылдай аламыз. Бір күнде жылына 20 мыңдай демалушыны қабылдаймыз. Жалпы осы қызметкерлеріңізді қандай талаптар бойынша жұмысқа қабылдайсыз? Басты талап бұл білім мен тәжірибе. Өзінің банағы жұмыс істейтін орнында ол білімі мен өзінің тәжірибесін дұрыс пайдалана білу керек. Әлбетте біз оны сынақ мерзімімен аламыз. Әлбетте біз ол білмейтін нәрсесі болса, оны үйретуге тырысамыз. Біз ұжымда жылына әртүрлі саладағы қызметкерлерімізді білімін арттыруға, біліктілігін арттыруға, әр жерлерге, осы оқуларға, тәжірибелеріне, басқа мекемелерге, басқа қалаларға сондай жіберіп, әрдайым біліктілігін артып отырамыз. Басты талап ол білім және тәжірибе. Бизнес саласында қазір барлығымыз білетіндей бизнесті дамытуға көптеген жағдайлар жасалып жатыр ғой. Ал осы облысымызда орта және кіші бизнесті дамыту үшін не істеу қажет, сіздің ойыңыз? Бүгінгі таңда бірінші айтар едім, елбасымызға рахмет, Нұрсұлтан Әбішұлының барлық қазақстандықтар үшін осы орта және кіші бизнес дамуына үлкен қолайлы жағдай жасалып отыр. Екінші, облыс әкімі Асқар Исабекұлына барлық жағдайлар жасалып отыр. Енді жұмыс істеймін, қолынан бір жұмыс келетін деген адаматтардың барлығы қазір бизнеске өтіп жатыр, сонымен айналысып жатыр. Әлде болса, бұл бірінші өткір мәселе ол қаржы тапшылығы. Қандай манағыдай адамдарда идея болсын, мақсат болсын, оны қолға жеткізу үшін ол кішігірім ақшамен оны істей алмауы мүмкін. Сондықтан бұл бірінші қаржы мәселесінен қиыншылықтар туындайды. Оны жасырмаймыз, өйткені банк саласындағы кредит алу, арзан пайызда кредиттердің берілуі әлде сол жағынан көмек көп керек шығар. Және өздерінің бастайын деп жатқан бизнестерін көбісі түбіне шейін әлі зерттелмеген, жақсылап оны әлі
қаралмаған. Ол бізде бүгін қазір қазақтар бизнес ашып, ертесіне оны сатып жататын жағдайлар бар. Істемеген жақтан. Ол деген не? Ол кезінде ол кісілер соны банағы маркетинг жағынан жақсы тексермеген, қарамаған, мониторинг жасамаған, білетін осындай үлкен мекемелер, мысалы қазіргі осы бизнеске қолдау көрсетіп жатқан бір терезе, мысалы нелер бар, сондай жерлерде мысалы үйрену керек, білу керек, сол шығар. Аттар бизнеске бүгінгі күні үкімет жағынан, осы әкімшілік жағынан барлық қолдау бар. Тек істеймін деген адам өзі дұрыс, өзінің бәрін есептеп, дұрыс бағыт қоя білсе, мақсатына жететін шығар. Сізден толығымен келісем. Келесі сұрағымызға өтетін болсақ, жалпы республикамыздың даму стратегиясының бірі ол интеграциялық үдеріске қатысу. Осы 2015 жылдан күшіне енетін Еуразиялық экономикалық одақ Қазақстан үшін не алып келеді? Жағымды және жағымсыз жақтар. Үлкен жағымды жаңалық бұл біздің сату неміз артады. Біз Евразия болғаннан кейін бұл шетелдерге, жақын көрші жатқан елдерге, барлық елдерге өзіміздің тауарларымызды, өзіміздің шығарған нәрселерімізді оңай әрі ешқандай қиыншылықсыз сата аламыз. Екінші жағдай бұл ол кісілердің де біздің банағы немізге, нарығымызға кіріп, ол кісілер де бізге сондай былай айтқан кезде бәсекелестікке кіріп жатыр. Егер біздің шығарып жатқан заттарымыз сапасыз болса, ол кісілерден банағы төмен болса, онда біз бәсекелестікке олар кісілермен түсе алмай, бәсекелестікте ұтылатын жағдайымыз бар. Осы жағы қиыншылық болуы мүмкін, мен ойымша. Ал жалпы алатын болсақ, бұл жақсы өте дұрыс табылған кезіндегі ел басшылардың дұрыс шығарылған идеясы. Өйткені біздің ел кішкентай, ол жерде шығарылған тауарлар, көрсететін банағы өзіміздің әртүрлі нелеріміз, жұмыстарымыз аз, дамуымызға көп не бермейді, дамуымызға қиындау сәл. Басқа да мына Евразиялық, Ресей болсын, Белоруссия болсын, Өзбекстан, Иран, Европа болсын, басқа да алыс жақын шетелдерге бұның бәрін заттарымыз шығарып сатып отырсақ, бұл мысалы біріншіден бизнесменге, манағы айналысып жатқан азаматтарға үлкен табыс әкеледі. Екіншіден елге ол үлкен көрсеткіш, салық жағынан да, елімізді танытатын жағынан да. Сондықтан мен айтамын, елбасы жағынан, үкімет жағынан, басқа жағынан барлық қолайлы жағдайлар жасалмадыр. Ол деген біріншіден кедендік одақ құрылды. Кеденді одақта басты мақсат бұл мынау шекарадағы қиыншылықтардың барлығы алынып тасталды. Дұрыс шығарылған зат сапасына сай болса, сол өзінің сатып алушысын табады, осы елдердің қайсысынан болса да. Сондықтан бұл өте үлкен дұрыс шешім, стратегиялық шешім. Бұның болашағы әлі алда, көретін жақсылықтары барлығы бізде алда. Сондықтан дұрыс шешім деп есептеймін. Ал өзіңіздің жұмыс істеп жатқан салаңызда бір әсерін алып келеді ме? Біз үшін әсерін алып келеді деп есептейміз. Мысалы, біз жақында ғана осы Ресей Федерациясымен арнайы барып қайттық. Сол елдегі әртүрлі салада, мекемелерде жұмыс істеп жүрген азаматтарды осы Сарыағашқа емделуіне келісімшарттарға отырып отырық. Ол өзімізді таныстырып өттік. Арнайы презентация жасалды бұл елдерде. Ертең осы біздің шекарамыз ашық болғаннан кейін қатынау жолдары, жаңадан пойыз жолдары ашылып, жаңадан жолдар салынып, жаңадан әуежайлар, жаңа рейстер, әуе қатынастары ашылған кезде осы азаматтардың барлығы осы біздің елге келіп демалуға дайын екенмен оның көзім жетіп отыр. Ол адамдардың әлі талай келіп біздің осындай емін алып, денсаулығын түзеп, және де осы біздің мекемеге, елімізге, мекемемізге өздерінің ақшаларын
қалдырып кететініне мен сенімдімін. Жалпы осы еліміздегі бизнесті дамыту үшін елбасымыздың кәсіпкерлер палатасын құру туралы инициативасын білесіз. Бұл ұйым 1 жыл бұрын құрылған болатын. Осы ұйым туралы сіз не айта аласыз? Кәсіпкерлер палатасы, мен ойлаймын, қазір мынау елбасының басты саясаты бұл экономика. Сол экономиканың ішіндегі осы шағын, орта, ірі бизнестердің дамуы болып тұрған кезде бұл ұлттық палатаның өте уақытылы және орынды құрылған дұрыс деп есептеймін. Және де 1 жылда атқарған жұмыстары жетерлік. Жұмыс енді басталып жатыр. Елбасы жағынан да басқа осы қолдау тапсырмалар беріліп, осы кіші орта бизнестердің банағы қатты қолдап, оларға банағы білмейтін нәрселерін үйретіп, банағы жан-жақты қолдалса, ол бизнестің дамып аяққа тұрып кетуіне бірде-бір жәрдем болады. Және істеп отқан осы жердегі азаматтардың дұрыс білімін, дұрыс тәжірибесін пайдалана біліп, дұрыс жолға қойса, ертең осының жұмысының жақсы жүруінің нәтижесін көруге болады. Қайнар Бегалиевичке үлкен алғысымызды білдіреміз. Өте үлкен қолға алып жұмыстарды. Дулатов Жеңіс Мырзаға рахмет. Ол кісі де өзінің бар күш-жігерін, білімін осы жерде істеп отқан азаматтарына үлкен алғысын білдіремін. Рахмет. Ал өзіңіздің компанияңыз бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында қайырымдылық шараларына қатысады ма? Әлбетте, ол өздеріңіз жақсы білесіздер. Қай мекеме болмасын, ол жерде әлбетте айналасындағы сол мекеменің ішіндегі үлкен әлеуметтік мәселелер көп. Сондықтан біздің мекеме айтып өттім, 400 адамға жуық қызметкерлер істейді. Сол қызметкерлердің барлық әлеуметтік саласы, әлеуметтік шешілмей отқан мәселелеріне біз араласамыз. Әрдайым көмегімізді аямаймыз. Айналамыздағы жергілікті тұрғындарға да әрдайым әлеуметтік сол аудан, мысалы Сарыағаш ауданын алатын болса, Сарыағаш ауданындағы халқы 300 мыңға жуық. Сол аудандағы туындап отқан әлеуметтік жағдайларға, су тасқындары, табиғи апаттарда біз қол ұшын беріп отырамыз. Және де жеке азаматтардың мысалы мүгедектер, немесе бір талапты, талантты жастар болса, сол кісілерге арнайы біз өзіміздің ақшалай жәрдем береміз, басқа да заттай жәрдем береміз. Немесе осы мекемемізде зейнеткерлерге, инвалидтерге, ол кісілерге демалу жағынан тегін путевкалар беріледі. Жақында біз өзіміздің мекемеге қарасты бұрыннан келе жатқан осы балабақша бар тұғын. Сол балабақшаны осы арнайы өкіметке өткізіп, Сарыағаш ауданына тегін сыйақы ретінде қайтарып беріп отырық. Ол ертең сол жердегі 200-ге жуық баланың сол жерде тәрбиеленуіне, дұрыс тәрбие алуына үлкен қолғабыс табады деген сенімдемін. Ал өзіңіздің компания қызметкерлеріне жеңілдіктер жасалынады ма? Демалуына ма? Жалпы демалу болсын, сыйақылар. Сыйақылар әлбетте сыйақылар беріледі. Денсаулық жағынан ақаулар болса, ол жағынан қаржылай жәрдем береміз. Егер ол біздің өзіміздің мекемеде емделетін, қаралатын нәрсе болса, тегін жәрдемдер бар. Одан кейін басқа да біз демалыс орындарына жібереміз. Енді қандай өздерінде мұқтаж жағдайлар болған кезде, ол жағынан әрдайым қол ұшын беруге тырысамыз біз. Түсінікті. Жалпы енді жеке өзіңізге тоқталсақ, өзіңіздің дамуыңызға қалай уақыт бөлесіз? Арнайы бизнес тренингтер, семинарлар, сондай қосымша бір нелерге қатысасыз ба? Мен өзім 2002 жылы Алматы қаласындағы халықаралық бизнес академиясына оқуға түсіп, сода MBA оқуым тамамдадым жақында. Осы жақында ғана өзім диплом алдым.
Ардайым біз тренингке қатысып отырамыз. Мекеме бойынша да біз арнайы тренингтер өткіземіз. Сырттан шақырамыз, жақсы бизнес мамандарды тәжірибе алуға, және де өзіміз де басқа жерлерге, қалаларға, елдерге, шет елдерге, жақын жерлерге шығып тәжірибе алмасып отырамыз әрдайым. Өзіңіздің бір әуесқойлығыңыз, әлде бір қызығушылықтарыңыз бар ма? Бос уақытыңызды қалай өткізесіз? Енді бос уақытты бұл отбасымен өткіземіз, достармен өткіземіз. Қызығатын нәрсе келетін болсақ, спорт, енді бұл фитнес залдарына барамыз, арнайы. Кей кезде аңшылыққа шығамыз достарымызбен. Енді сол көңілді табиғатпен өткізуге тырысамыз. Отбасыңыз туралы атап өттіңіз, толығырақ тоқталып өтсеңіз. Отбасымда 2 ұл, 2 қыз, 4 бала шағам бар. Жұбайым, ол қазір уақытша жұмыс істемейді, үйде. Балдарының үлкені мектепке барады, кішкентайлары балабақшаға барады. Енді өзіміздің сұхбатымызды аяқтай келе, соңғы сұрағымыз бар. Жалпы кәсіпкерлер үшін кеңес ретінде сіздің осы жетістігіңіздің құпиясы неде? Жетістіктің құпиясы енді адамның өзінің алдына қоя білген мақсат болу керек шығар, әр адамның. Және де сол армандарын орындалу үшін көп еңбек қылу керек, көп білім алу керек. Бұрын алдыңғы уақыттарда біз бизнесте тек өзіміздің ішкі немізге, сенімділігімізге сеніп, естігенімізді тек соны ғана қолданып жұмыс істеп келе жататынбыз. Қазіргі заман талабына сай, әлбетте білімді қолдану керек. Қай бизнес саласы болмасын, қай бизнесмен болмасын, ол кісілерге айтарым, қай бизнесті бастар алдында, әлбетте ол бизнесті жақсылап маркетингі өздерінің анализдерін жасап, білімдерін сәл-сәл көтеріп, сол ертең сол бизнесте істей ала ма, сол бизнеске деген өзінің мінезі, шыдамы, ертеңгі есептеу, соның бәрін қабілеттері жете ме, соны бірінші өзі біліп алу керек. Ол бизнесті аша салып, ертең ол жүріп кету өте бір қолынан келмейді. Ол өте үлкен жауапкершілік жұмыстардың бірі. Сондықтан бірінші жағдайда мен әр бизнесменге өзіме де сондай талап қойып жүрмін қазір. Бірінші білімін дұрыстап, сол істейін деп жатқан жұмысын жақсылап, нақтылап түсінуге білу керек. Жақсы көру керек былай айтқан кезде. Сондықтан бәрімізге бұл байланысты ары қарай қалай жұмысымыздың нәтижесіне жету, дұрыс есептей, дұрыс бәрін анықтай білсек, түсіне білсек, сонда ғана біз жетеміз деп ойлаймын. Сондықтан сонда жалпы біздің кәсіпкерлеріміз үшін сіздің берген кеңестеріңіз үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймыз. Бізге уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сіздерге рахмет. Сәттілік тілейміз. Рахмет.